кризис бізге не үшін беріледі деген сұраққа жауап беретін болсам, оның астары үлкен, терең, яғни бір бағыты өмірдің заңын бұзған кезде, өзіңді ұмытқан кезде, кім екеніңді ұмытқан кезде, Құдайдың бар екенін ұмытқан кезде, қарым-қатынасты бұзған кезде, өмірдің заңдылықтарын адам кей кезде бұзып отырады, даму жолын тоқтатқан кезде, сол кезде адам басына осындай қандай да бір жағдай, қандай да бір оқиға береді екен. Бұл Құдай сені сүйгендіктен, сені махаббатпен жаратқандықтан дейді, қандай да бір проблеманың алдында дейді, мен саған мүсәбаптар жіберем, яғни себепкерлер жіберем дейді, сенің проблемаңның алдын алу үшін дейді. Егер сенің құлағың жабық, бойыңда тәкаппарлығың басым болса, сен менің мүсәбаптарымды естімейсің дейді. Мені үйретпе, сен кімсің деген оған жауап қатасың дейді. Енді ары қарай өзің білесің. Мен енді сенің өміріңді осы кризис арқылы өзгертуге тура келеді дейді. Сол үшін біз ешқашан даму жолын тоқтатпауымыз қажетпіз. Әрдайым айтамыз ғой, тал бесіктен жер бесікке дейін дамып отырсақ, бұл өмірдің мәнін біз түсінеді екенбіз. Мына сен өмірге көнбегенмен де өмір сені өз заңына көндіреді. Сол үшін санамызды дамытып, әрі қарай өмірге деген дүние танымымызды өзгертіп отырайық.